Сәлеметсіздер ме? Бүгін бізде жаңа айдар қазақ тілі сабағы. Ең бірінші сабағымыз сәлемдесу жайлы болмақ. Сәлемдесудің түрлері: сәлеметсіз бе, аман есенсіз бе, аман саусыз ба, ассалаумағалейкум, уағалейкум ассалам. Және жастар арасында ең көп тараған сәлемдесу түрі сәлем. Қол алысу әрқашанда достық пейілді білдіруі тиіс. Тым бос қол алысу, тым қатты қол алысу немесе ұзақ уақыт қол қысу өте орынсыз. Үстел үстінде қол алыспайды. Белгілі бір жиынға кешігіп келіп, үстел айналып қол алысып жүретін азаматтар көп. Бұндай жағдайда отырған жұртқа кеудеге қолды қойып, жалпы амандасқан дұрыс. Ұсынылған қолды алмау әдепсіздік. Белгілі бір жағдайлармен қол бере алмауыңыз мүмкін. Мұндай жағдайда сыпайылықпен кешірім сұрау қажет. Және де қолғаппен қол ұсынбайды. Бұл құрметтемегендіктің белгісі. Кімнің бірінші болып амандасуы керек? Әдетте кіші адам жасы үлкенмен, ұл бала қыз баламен бірінші сәлемдесуі керек. Үйге кірген адам отырғандармен бірінші болып амандасады. Ал үйден шығып бара жатқан адам қалушылармен бірінші болып қоштасады. Қонаққа барғанда ең алдымен үй иесімен, содан кейін барып өзге адамдармен амандасу керек. Тұрған адамның жанынан өтіп бара жатқаны әрқашанда бірінші болып сәлемдеседі. Көпшілік жерде тұрған ер адаммен бірінші болып амандық сұрасады. Үнемі барып жүрген асхана, кафе және де тағы басқа жерлерде көптен бері қызмет етіп жүрген адамдармен амандасқаныңыз дұрыс. Такси тоқтатқан уақытта да алдымен жүргізушімен сәлемдесіп алыңыз. Бөтен адамнан бір нәрсе сұрамас бұрын алдымен амандасқаныңыз дұрыс. Енді сіз бұл қарапайым ережелерді білетін боласыз. Айналаңыздағы достарыңызға қараңызшы. Олар қалай амандасып жүр? Аман сау болыңыздар.